Абайдың ең қиын қыстау ойларының бірі 38-ші қара сөзі. Бұған әзірге ешкімнің тісі батпай жүр деген атақты профессор Әуелбеков Қоңыратбаев. Дәл осы пікір Мұхтартану ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлеріне түрткі болған. Не себептен 38-ші қара сөзге қатты мән берілгендігін зерттеп, мынандай тұжырымға келген. Яғни 38-ші қара сөз шағатай тілінде жазылған ғылыми еңбек. Сөзімізге тұздық болып отырған туындының аты Китап Тастих деп аталынады. Бұлайша айтқанда Мүрсейіт қолжазбасынан Абайдың дәл осы шығармасының түпнұсқасы қазақ оқырманына жетпеген. Оның себебі кеңес үкіметінің ықпалы болуы мүмкін дейді Ақжол Қалшабеков. Біздің студенттеріміз Абай атамыздың осы шығармасын осы түпнұсқада қалай жазылған солай дұрыстап оқитын болса, олардың көп нәрсеге көз ашылады. Біріншіден түрік халықтарының бұл жерде бірлігі деген мәселе шығады. Түрік халықтарының бірлік идеясы деген біз әр уақытта қозғаймыз. Бірақ соған тиісті шараларды асыра бермейміз. Соны біріктіретін ең үлкен фактордың бірі осы шығарма, мысалы шағатай тілінде Абай атамыз жазған. Соны жарияласақ, басқа халықтарды оқитын болады. Жақындай түсеміз. Кезінде бізде енді саясат болды ғой, ол алыста жақындату емес, алыстату жөнінде. Бұл сол жақындататын, халықтарды жақындататын шығарма болып табылады. Ол үшін оның үстіне жаңағы барлық халықтардан түсіне алады, туысқан халықтардың. Одан кейін бұл шығарманың тағы бір маңыздылығы жаңағы ерекше стиль, ол шағатай стиль деген ол не? Ол сондай нәрсе, ол жаңағы араб, парсы, түрік тілдерінің қосындысынан. Сонымен қатар Абай жолы романының авторы Мұхтар Әуезов ең алғашқы ұлы ақынның қара сөздерін 1933 жылы толық жинақ деген атаумен кітап қылып шығарған. Қызығы сол, бұл еңбекте Абай Құнанбаевтың 45 емес 44 қара сөз жинақталған. Мұхтартану ғылыми орталығының қызметкерлері өз шәкіртімен бірлесе жүргізген зерттеуінде 41 қара сөз болуы керек дейді. Ал оның себебі мынандай. Түпнұсқа бойынша Китап Тастих, қараңыз, қызық дерек. Бұл қара сөздердің қатарына ешқандай кірмейді. Бұл бірінші. Екінші, Абайдың 37-ші қара сөзі. Бұл 37-ші қара сөздің Әуезов те бұның барлығын айтып кеткен, бұның насихат деген тақырыбы бар. Бірақ біздің оқып жүрген академиялық басылымдарда бұл тақырып берілмеген. Үшінші, Сократ Хакимнің сөзі. Бұл 27-ші қара сөз біздің қазақша тәржімаларда. Міне осы үш шығарма арнайы өзінің тақырыбы бар. Бұл қара сөздердің қатарына кірмейді. Дәл осы 38-ші қара сөздің түпнұсқасын алуға шымкенттік зерттеушілер біраз тер төккен. Тың деректі Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезовтің мемориалдық мұражай үйінің қолжазбалар қорынан алған. Ал бүкіл саналы ғұмырын Абайды зерттеуге арнаған Мекемтас Мырзахметұлы ұлы ақынның дәл осы еңбегінің берері көп екенін айтады. Дәл осы ғылыми еңбек Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына үлкен жаңалық болатынын тілге тиек етті. Көпбайдың айтатыны бар. Абайдың ерекше мән беріп, ойын жинақтап бір төгілген жер осы жер дейді. Яғни осы жерде Абайдың бүкіл көзқарасы, дүние танымы осында жатыр. Абайды білім деген, зерттеймін деген адам 38-ші сөзге кірмейінше түк бітірмейді. Бірақ олар кіремейді ешқайсысы. Мәселе сонда болып тұр. Анау қиын. Мұхтартану ғылыми орталығының зерттеушілері Абайдың дәл осы еңбегін толық зерттеп, арнайы транскрипциясын жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Сол кезде ғылыми еңбек ішіндегі дүниелер су бетіне шыққандай анық болады дейді зерттеушілер. Яғни Абайша айтқанда рас сөз еш уақытта жалған болмас. Ғалымжан Кенжебек, Жабырайыл Қасымов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.